Альфа ұрпағына қандай мұғалім керек? Камилханов Абдусамат, Қарашаның 4-і, Абай университеті. Так, кіріспеге келетін болсақ, кіріспе жалпы 21 ғасыр, цифрлық дәуір, ақпараттың қарқынды дамуы. Бүгінгі оқушылар альфа ұрпағы. Яғни альфа ұрпағы дегеніміз кім? Болған жалпы ақпарат бере кетсе, 2010 жылдан кейін дүниеге келген оқушыларды біз альфа ұрпағы деп атаймыз. Олардың толық цифрлық ортада өсіп келе жатыр. Және олардың ерекшеліктеріне келетін болса, олар цифрлық технологияға тәуелді емес, олар онымен бірге өмір сүреді. Яғни визуалды ойлау қабілеттері жоғары, шапшаң, бірақ зейіні тез ауысатын болып табылады. Еркіндік пен таңдау еркіндігін қалайды. Және альфа ұрпағының оқу стиліне келетін болса, олар ойын арқылы, бейне, графика, дыбыс арқылы жақсы қабылдайды. Қысқа, нақты, интерактивті ақпаратты ұнатады. Жеке оқу қарқыны қалайды. Онлайн, гибрид және тәжірибелік оқуларға бейім болып табылады. Мұғалім рөлі қалай өзгереді? Ақпарат көзі болудан гөрі бағдар беруші қызметін атқарады. Оқушылардың жеке оқу жолын құруға көмектеседі. Эмоционалдық интеллект және цифрлық құзыреттілік жоғары болуы қажет болып табылады. Және қазіргі мұғалімдердің құзыреттеріне келетін болсақ, цифрлық құзыреттілік, IR, VR, интерактивті платформаны қолдану, мәдениет құзыреттілік, яғни әлемдік контекстті түсіндіру, психологиялық сауаттылық, оқушының ішкі әлемін түсіну. Және альфа ұрпағына керек мұғалімнің қасиеттеріне келетін болсақ, шығармашыл және икемді, цифрлық технологияға жетік меңгерген, эмпатия жоғары, тыңдай білетін, жаңашыл және өмір бойы үйренуге дайын, коммуникативті және топпен жұмысқа бейім болып табылуы қажет. Және цифрлық технологиямен бірге жұмыс жасайтын кезде интерактивті тақна, Kahoot, Quiz және Canva, ChatGPT платформаларын қолдана алу қажет. Оқушылармен онлайн керіс байланыс жасай алу қажет. IR, VR, метаверс элементтерімен сабақ жүргізу қажет. Және де эмоциялық қолдау және адамгершілік жағына келетін болса, олар альфа ұрпағы сезімтал және бағалауға бейім ұрпақ болып табылады. Яғни мұғалімнің міндеті қолдау көрсету, мотивация тудыру, қауіпсіз жағдай және де орта қалыптастыру. Болашақтың мұғалімі әттеш тұлғасына келетін болсақ, мұғалім плюс технолог плюс психолог плюс ментор қызметін атқарады. Жасанды интеллект пен деректерге негізделген шешім қабылдайды. Үздіксіз кәсіби дамиды. Және бұның бәрін жалпы қорытындылай келе, альфа ұрпағына керек мұғалім адами қасиетті мен технологияларды үйлестіретін тұлға. Мұндай педагог білімді емес, үйренуді үйретеді. Яғни болашақ білім жүйесін мұғалім мен оқушының әріптестік одағын құрады. Және де назарларыңызға рахмет.